Ахмет Байтұрсыновтың 150 жылдығына арналған сахналық қойылым. Ахмет Байтұрсыновтың өмірінің соңғы күндері. Әскер жіберіңдер. Қарсыласқандардың бәрін қамауға алыңдар. Болды, осымен байланыс аяқталды. Келдің ба? Жаз. Верный, Перовск, Әулиеатада контрреволюциялық күштер жойылды. 108 адам қамауға алынды, 32-сі ату жазасына кесілді. НКВД басшысы Абдрахманов. Телеграмманы тездетіп жібер. Түсіндің ба? Болады. Жолдас Абдрахманов, бұл телефонограмма келді. Мәскеуден. Бе деп жазылыпты. Сен боссың. Болады. Оқы, жолдас Сәрсенова. Всем председателям, совершенно секретно, всем советам, председателям районных ячеек, комиссарам ВЧК и НКВД приказываю задержать и взять под арест контрреволюционных подозрительных элементов, мятежников и бывших членов Алашорды. При сопротивлении в расстрельном месте. Вся информация должна быть засекречена. Немедленно приступайте и, конечно, сохраняйте всю информацию секретно. Председатель ВСК, товарищ Берия. Отыр. Жаз. Жолдас Берия. Сіз жіберген телефонограмманы алдық. Бүгіннен бастап кеңестерге қарсы контракүштерді қамауға аламыз. Верный, НКВД басшысы Абдрахманов. Телефонограмманы тезде жіберді, маған Қарабаевты шақыр. Сіздің бұйрығыңыз бойынша келіп тұрмын. Қарабаев, партия мен Мәскеуден шұғыл хабарлама келді. Бұл тапсырманы тездетіп орындауымыз керек. Ахмет Байтұрсыновты қамауға аламыз. Құп болады. Аса құрметті Мұстафа Шоқай, сіздің «Жас Түркістан» деген дүниежүзілік газетіңіздің 18-ші номері қолға түсіп, оқып шықтым. Қазақ даласының азаттығы үшін күресіңізге Түркістан идеяңызды қолдаймын. Рас, өте қиын жағдай. 1931-1930 жылғы аштықтан 3 миллионға жуық қазақ қырылып, 1 миллионнан астамы шетелге кетті. Осы қызыл террор жасаған аштықтан кейін елімнің сағы сынып, еңсесін көтере алмады. 1931 жылы репрессия талай алаш азаматтарын қамауға алып, атылғаны қаншама. Бүгінгі күнімізде мәз емес. Бірақ елдің еркіндігі үшін күресеміз, тоқтатпаймыз. Мұстафа бауыр, аман болыңыз. Көріскенше күн жақсы болсын. Сәлеммен, Ахмет Байтұрсынұлы. 6 желтоқсан 1937 жыл. Ахмет жаным, қарның ашты ма? Тамақ ішесің бе? Шай қояйын ба? Жоқ жаным, өң қашып кетіпті ғой. Ауырып тұрған жоқсың ба? Мен қорқамын, Ахмет. Жүрегім бірдеңені сезіпті. Кетейікші бұл жерден. Ау жаным ау, қызыл террор құтырды. Ел тағдыры не болады? Жер тағдыры не болады? Құрдымға түскен қазағым, тіл тағдыры не болады? Ала жіпті аттаған, шибірідей қаптаған, бостандық емес, бодандық. Ертеңгі күніміз не болады? Айтшы, Ахмет. Елі мезгілге түскенде,
Жауыздар тілді кескенде, шырылдатып қазақты, жығылған пілі жеткенде, айналайын сүйіктім. Қалай шыдап тұрайын, жығылған жүрек жыртылып, сатқындар жүр құртылып, Алланың жазғанын көрермін, қалсақ та біз ұтылып. Ахмет жаным, кетейікші ел асып, өзен көлдер тауасып, жүрегім жырқын жылып, әлденеден қысып. Жоқ жаным, елім үшін өлмекке, қазағым тұр өлмекте. Елім үшін тастап қалай тастап кетейін, қазағым тұрса өлмекке. Кім екен бұл? Жоқ жаным, өзім ашам, сен жасырыншы. Аш есікті. Жоқ! Өкіметке қарсылардың шыжғырамын тал бесігін, тұқымыңмен құртамын, бай сұрқия ұрпағын. Түрмеде шіріп өлерсің, көрмейсің күн ұлпанын. НКВД қаулысымен халық жау атандың, сот шешімі қаулысымен бейшара сен атылдың. Ал кет мына итті. Әй, контраның әйелі, отыр. Жаз менің күйеуім контра деп. Жоқ, жазбаймын, ол жақсы адам. Мен саған тағы да қайталап айтамын, жаз. Жоқ, жазбаймын. Сені де түрмеде әлі талай шірітем. Осысыңе өкінетін боласың. Тексіз, хайуан. Шайтан теріңді сыпырсын. Шырылдап тозақ отыңды біліп қаның сұрсын. Қырғыр, қарғыс атсын қызыл жендеттерді. Зифа қан жұтып жылап отырды. Ол білмеді аханды соңғы рет көретінін. 1937 жылы 8 желтоқсанда түрме есігін ашқан надзиратель фамилияларды атап тізімді оқи бастайды. Бір мезетте Ахмет Байтұрсынов деген дауыс саңқ ете түсті. Біртіндеп камерадан шығарып 10 шақты адамды алып кетті. Түрме ішінде қалғандар мынау тегін емес, допросқа бірден шақырушы еді. Алаштың арыстандары аман болсын деп күбірлей бастады. Дәлізде тек солдаттардың кезектістерінің дауысы ғана еденде тарс-тұрс етеді. Көлікке отырғызып, қазақтың кең даласымен ұзақ жүрді. Күн азынып, ешкім тіл қатпады. Сол кезде ахан былай дейді: жұмақта көрші болайық. Мен жайды бәрі түсінді. Ай далада қазылған орға барлығын қатар тұрғызды. Сол кезде тағы да аханның даусы жылы естіле бастады. Ля иләһи иллаллах деген кезде барлығын қайталай бастайды. Сол мезетінде маузер мен алты сатар дауыстар гүрс-гүрс етіп, қазақ даласының тым тыныштығын бұзды.